Орта жолда жолдасың өлмесін деген сөздің мәнін мен жақсы түсінем. Қазақ осы сөзді бекерге айтпаған екен. Мен де әйелімнен орта жолда айырылған ер азаматпын. 37 жасымда 4 баламмен қалдым. Үйдің кенжесімін. Қара шаңырақта ата-анаммен бірге тұрамын. Әйелім асқазан қатерлі ісігінен көз жұмды. Тірі кезінде оның қадірін білмедік. Анам оны үнемі сынап мінеп ұнатпай отырушы еді. Ал бүгінде психологтар аурудың бәрі де жүйке жүйесінен басталады деп айтып жүр. Әйелім анама сөз қайтармайтын, бүкіл ашуын, ренішін ішіне жинап жүре беретін. Дертіне осы да әсер етті ме екен деп ойланамын кейде. Ол бізді тастап қайтпа сапарға аттанғанда кішкентай перзентім небәрі 1 жаста болатын. Анам түнімен қарап, оны өзі өсірді. Анам да, әкем де зейнеткер. Олардың барына Құдайға мың тәубе, әйтпесе күнімнің қандай боларын кім білсін. Менің жоғары қызметім бар. Бала шағамның несібесі болар, жалақым жақсы. 2 қыз, 2 ұлымды қатарынан кем қылмай, барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етіп өсіріп жатырмын. Демалыс күндері міндетті түрде оларды көлігіме салып алып саябақтарға апарамын, ең жақсы деген кафелерге апарып тамақтандырамын. Жыл сайын жазда таулы аудандардағы демалыс орындарына барып бір күн отбасымызбен тынығып қайтамыз. Ұялы телефон, ноутбук, интернет секілді қажет еткен заттарының бәрін сатып әперуге тырысамын. Бірақ бұның ешқайсысы ананың бір ауыз жылы сөзімен аялы алақанның орнын алмастыра алмайтынын білем. Жақсы әйел болса үйлен, бөтен болса да балаларыңа аналық мейірім қажет, өзіңе де жар керек, қашанғы жалғыз жүрмексің деп туған туыста, ата-анам да қолқа салғанда, айналамдағы қыз-келіншектер арасынан жүрегінде иманы бар, мінезі ибалы қыз іздей бастадым. Алайда баласы бар келіншектерді тізімнен сызып тастадым, өйткені күндердің күнінде сенің балаң, менің балам деп керісіп жатудан қорықтым. Ал тұрмысқа шықпаған, өзіме ұнаған 2-3 қызбен сөйлесіп көргенімде, 4 баламның бар екенін естіп олар шоршып түсті. Түсінем, біреудің балаларына ана болу оңай емес. Есік көрмеген қыздар да бұрын үйленбеген немесе ажырасса да бала шағасы жоқ жігітті дұрыс көреді. Білем, бірақ мен қалада тұратынымды, жағдайымның жақсы екенін, келбетімді алға тартып, кез келген қыз маған тұрмысқа шығады деп сенген едім. Мүмкін өз теңімнің арасынан іздегенде бәрі де басқаша болар ма еді. Бір күні достарымның бірі әйелінің тұрмыста болмаған, ақылды бір құрбысы бар екенін айтты. Танысып көрдім. Ауылдың қызы, мінезі де жақсы, бірақ тым қарапайымдылығы біздің бір-бірімізбен түсінісуімізге кедергі болды. Нақтырақ айтқанда ортақ тақырып таба алмай қиналдық. Егер тек балаларыма ана ғана іздесем болар еді, бірақ мен өзіме жарда іздеп жүрген жоқпын ба. Осы кезде мен оқыған қыз бен оқымаған қыздың арасында үлкен айырмашылық болатынын ұқтым. Енді жұмыс істеп жүрген қыздардың арасынан іздей бастадым. Таныстарымда, туыстарымда талай қызды тауып, телефон нөмірін беріп жатты. Таныстым, сөйлестім, бірақ әйтеуір бірімен ойым жараспаса, бірімен бойым жараспады. Қалауымды таппай-ақ қойдым. Бір күні жұмыста фирмамыздың 15 жылдығына орай кеш ұйымдастырылды. Осы кезде өзіммен көрші кабинетте отыратын Сәуле есімді әріптесіме көзім түсті. 10 жылдан бері бір кеңседе жұмыс істеп жүрсек те оған әйел ретінде көз салып көрмеген екенмін. Ол үнемі шалбарда жүретін. Шашын түйіп жүргенге қатал көрінетін. Ал отырысқа көйлек киіп, шашын бос жіберіп келіпті. Менен 3 жас кіші, бірақ тұрмысқа шықпаған, оң жақта отырып қалған кәрі қыз. Сәулені биге шақырдым, отырыстан соң үйіне дейін жеткізіп салдым. Сол күннен бастап онымен жақынырақ әңгімелесе бастадым. Әңгімешіл, ақ жарқын қыз. Мен оны күнде жұмыстан соң үйіне шығарып салып жүрдім. Ал демалыс күндері балаларымды қыдыртуға алып шыққанда Сәулені де шақыратынмын. Ол менің қыздарыммен тез тіл табысып кетті. Сәуленің жасы өзіммен қатарлас болған соң шығар, кез келген тақырыпта еркін әңгімелесе алатынбыз. Ол оңаша қалғанымызда бақытына бала ғана жетіспейтінін жиі айтатын. Балаларды жақсы көретінін де айтып отыратын. Бір күні оған үйленуге ұсыныс жасадым. Бастапқыда ойланып қалғаны рас, бірер минут үнсіздіктен соң сен керемет әкесің. Сендей әкесі бар балалар бақытты ғой. Мен осы уақытқа дейін ата-енемен бірге тұрудан қашып жүрген едім. Көп бала тууды да қолдамайтын қыздардың бірімін, бірақ маған ылғи үйінің кенже ұлы кездеседі. Мүмкін тағдырымнан қашпауым керек шығар. Мейлі тағдырға жазылғанды көреміз деді. Мен оның бұл сөздерінің астарына үңілмедім.
Өйткені Сәулені шын ұнатып қалғанмын, және маған дәл осындай қыздың енді жолықпайтынына да сенімді едім. Біз бас қостық. Сәуле маған тұрмысқа шығарында оны не күтіп тұрғанын білді. Үйлену тойында ақ көйлек киіп төрде тұру оның арманы болса да, амал жоқ, бұдан бас тартуына тура келді. Мен оған егер үлгеріп жатса жұмыс істеуіне қарсы болмайтынымды айтқанмын. Ол келіндік рөлді таңдағанын айтты. Сәуле ата-анама да, абысындарына да ұнады. Жасы 37-де болса да, жас келін сияқты бәрімізден ерте тұрып ас-суымызды дайындап, үйді де тазалап, бәріне үлгеріп жүрді. Үйге қонақ келгенде сызылып сәлемін салып күтіп алатын. Қыздарымның шашын өріп беріп, жас өспірімді кезеңдегі үлкен қызымның сырын тыңдап, ақылын айтып жақсы ана да бола алды деп айта аламын. Туған туыстардың арасында мен Сәулеге үйленгенімде 37-ге келген қыз туа алмайды. 4 балаға ана болайын деп дұрыс шешім қабылдапты. Ақылы бар қыз екен дегендері де болды. Бірақ адамның айтқаны емес, Алланың қалауы болады емес пе? Сәуле жүкті болды. Жұрттар айтқандай кәрі қыз жүктілік кезеңінде қиналмады, тіпті оны кесар тілігімен емес, өзі туды. Қайын жұртым бесік алып келді. Үйлену тойымыз болмағандықтан бесік тойын дүркіретіп жасадым. Сәуле балалы болған соң бөлмесіне шықпайтын болды. Қыздарыма мен үнемі Сәулеге үй тірлігінде көмектесіңдер. Қолдарың бос кезде ыдыстарды жуа салыңдар. Өз киімдеріңді үтіктеп үйреніңдер деп айтып отыратынмын. Біз осылай Сәуленің жұмысын жеңілдетуге тырыстық. Сәуле бұрынғыдай пысық келін болуды доғара бастады. Қызымыз 1 жастан асқан соң бұрын-соңды біз көрмеген мінездерін көрсете бастады. Болмашыға ұрыс шығаратын болды. Еш нәрсе оған ұнамайды. Байқағаным, ол ажырасуға сылтау іздеді. Анамен де, қыздарымен де ұрсатынды шығарды. Ол бастапқыда бәрін өзіне бауыр бастыруға бар өнерін салса, енді бәрін өзінен алыстатқысы, өзін жаман көрсеткісі келетін секілді. Ұрыс керіс кезінде анамды немесе қыздарымды жақтап сөйлегенімде қызын құшақтап кетіп қалатын болды. Не керек, ажырасуға ол арыз жазды. Егер оның қалауы ажырасу болса, зорлықпен мен оны ұстап отыра алмаймын ғой. Ажырастық. Содан бері арада 5 жыл уақыт өтті. Сәуле ипотекамен 1 бөлмелі баспана алған. Жұмысын ауыстырған. Мен қызымды көруге барып тұрамын. Бірақ Сәуледен қатты көңілім қалған. Өйткені онымен жақын қарым-қатынасты бастағаннан кейінгі әр сөзін бағамдап көрсем, оның әу бастағы мақсаты некелі бала туып алу ғана болған сияқты. Әрине біреудің бір емес, 4 баласына ана болу оңай емес. Бір рет үлкен қызыма ақыл айтқанда маған ақыл айтатын сен анам емессің. Өзіңнің қызың өседі, ақылдарыңды соған сақта дегенді өз құлағыммен де естігем. Қызыма қой, сенікі дұрыс емес дей алмадым, не әйелімді жұбата алмадым. Маған да оңай болған жоқ. Осы сияқты кикілжіңдер Сәуленің шыдамын тауысқанда болар. Түсінемін, сондықтан да Сәулеге деген реніштерімді ұмытқым келеді. Бірақ оны көргенде қайтадан көңілім мұз боп қатып қалады. Осылай өмірім өтіп жатыр. Айтпақ болғаным, өмірлік жар қасыңда кезде, ұрысып керісе бермей, уақытты бақытты, қызықты өткізуге тырысқан жөн екен. Ешкім алдында не күтіп тұрғанын білмейді. Бәріміз де кетеміз, кету үшін келгенбіз бұл өмірге. Сондықтан да балаларыңыздың анасын ренжітпеңіздер, әсіресе оған опасыздық жасап көңіліне кірбің түсірмеңіздер дегім келеді. Ана болу еркектің қолынан келмейді, және балаларға туған анасындай ешкім бола алмайды. Осыны есте ұстасаңыздар, балаларыңыздың анасын ешқашан жылатпаңыздар.